Қайырлы күн достар, бүгін бізде YouTube'да келесі лайв шығарылым. Бүгін бізде шоуда Samsung'тың жаңа өнімдері. Бұл Z Fold 7, Z Flip 7, Watch 8 Classic және Watch 8 және жаңадан шығарған арзан құлақ қаптары Buds Core деп аталады. Мінекей осылар жайлы шолу болды. Бір емес менде 2 Z Fold 4, 2 Z Fold 7, 2 Z Flip 7 тұр. Достар, арнан видеоны жалғастырмастан біздің арнаға тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар және видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Себебі бізде 100 мың оқырман жететін болса, бір оқырманымызға iPhone 16 береміз, жоқ, iPhone 17 береміз. 100 мыңға дейін сол iPhone 17-ге шыққанға дейін 100 мыңға жетейік, сол кезде беретін боламыз. Сонымен достар, ары қарай жалпы бұл форматты білмегендерге қайта айтып өтейін. Бұл лайв формат. Жай ғана мен телефонда қолданған кезде не түсіндім, шынайы ешқандай жарнама емес, қалай бар солай айтатын боламын. Себебі сіздерге түсінікті болу үшін бағанағыдай әдемі кадрлармен миларыңызды ашып жалпы алу керек па, кімдерге алу керек, алмау керек деген сияқты. Және қандай жаңалықтар бар, қандай кемшіліктер бар, оны айтатын боламын. Сонымен бастайық. Бірінші бұл әрине Z Fold 7-тен бастаған келеді. Бұл ені үлкейген, алдыңғысымен салыстырған. Сондықтан да енді шынымды айтайын, енді алдыңғы Z Fold 6-да қолданып көрген, Z Fold 7 кәдімгі осы күйінде кәдімгі күнделікті қолданып жүрген смартфондар секілді. Экранның енінің арқасында, одан кейін үлкендігінің арқасында, ұзындығының арқасында. Бірақ бұл ашатын болсаңыздар, бұл кәдімгі мүлдем басқа нәрсемен алады, яғни планшетке айналады. Яғни планшет сияқты қолдана берсеңіздер болады. Және бұны мен айтарым, кәдімгідей қағазбен, бағана Excel-мен, Word-пен жұмыс істейтін адамдарға осы телефонды алуға кеңес беретін едім. Себебі мен сөзіме тағы бір дәлел болсын, дәл осы телефонды біздің министрлер бар ғой, солардың орынбасарларынан көп көремін, жалпы осы қолданып жүрген дәл осы Z Fold-та. Яғни айтқан кезде жұмысқа тұрарлық деген сөз ғой. Сондықтан егер сондай қағазбен немен жұмыс жасайтын болсаңыздар, бұл кәдімгі зор смартфон. Одан кейін бұның бағасы қателеспесем қазір миллион шығар. Сондықтан да ол осы миллион теңге болған ол кемшілігі деп айтар едім. Одан кейін тағы бір кемшілігі, осы жерде тағы бір айтайын, мына телефонды осылай үстелдің үстіне қойған кезде, мінекей байқайсыздар ма, тура тұрмайды, осылай не алады енді, сыртына қабын кигізсең ондай болмайтын шығар, осындай. Одан кейін келесі тағы бір байқаған кемшілігім, бұл әрине смартфонды былай ашу жабу сәл қиындық соғады. Бірақ соның арқасында шығар, қиындық соққанмен арасында ашу жабу механизмі бар ғой, сол алдыңғысына қарағанда жетілдірілген, сол себептен де жақсылар. Одан кейін міне қандай положение дейді ма, орысша айтқан кезде қатынаста түсіріп қалса да, ол сол күйінде қатып қалады. Қай деңгейде ашсаңыздар да, яғни ашқан кезде жабылып қалмайды. Қалай ашса да солай ашылып тұрып қалады. Мінекей осы. Жалпы айтқан кезде жұмыс жасағанға керемет. Ойын көрсең, ойын ойнасаң да, видео көрсең де, кәдімгі планшет ретінде қолдана берсеңіздер болады. Бұл бір керемет осы. Мінекей бұл Z Fold 7-нің артықшылығында, кемшілігінде айттым. Одан кейін Z Flip 7 бұны қолдандым. Енді маған бір ұнайтыны бұның. Мен өзім қызғанмын. Сыртқы экран, қараңыздар, сыртқы экрандан бұлай ойынды қосып, ойын ойнай берсеңіздер болады. Мен қазір Call of Duty-ді қостым. Көрсіздер ма? Қазір Call of Duty-ді қосып, қазір Call of Duty-ді ойнап жатырмын. Көрсіздер ма? Ойын қосылып жатыр. Міне осы үшін мен бұл телефонды жақсы көремін. Ал егер ойын мен бұлай да ашып, ары қарай ойынды жалғастыра берсеңіздер болады. Мінекей. Ойнала береді. Енді ойын ойнау жағынан проблема жоқ. Барлығы жақсы істеп тұр. Бірақ бір не байқадым, бірақ ойын ойнаған кезде қызатыны бар енді. Бірақ барлық телефон қызады ғой, оны да ескергендерің жөн. Одан кейін Watch 8 сағаты, маған мына дизайн қатты ұнады. Енді Apple Watch-ның сағаты бар, енді әрине iPhone-дардың шығарған. Бірақ мына сағаттың дизайны маған ұнады. Алдыңғысымен салыстырғанда шеттер дөңгелек болған, бұрыштары соның арқасында шығар. Одан кейін жіңішке қолға жақсы тағылады. Осы дизайн, жаңа дизайн, интерфейс өзгерген One UI 8. Бәрі әдемі. Тек ұнамайтыны осы пішін болғаннан кейін шығар, сәл дөңгелек пішін болған екен. Интерфейсті ауыстырып жатқан кезде кейбір жоғарыда жазулар қысылып қалады. Сол жағы ұнамайды. Енді көзге сәл ыңғайсыз көрінеді. Мінекей осы ұнамайтын жағы. Одан классик деген нұсқасы да таныстырылды сонымен қатар. Мынау бір бағасы 200 мың болса, сәл содан 40 мың теңгедей жоғары тұрады. Яғни бұның кереметі қандай, бір ерекшелігі бетінде мынандай қалай айтамыз, дөңгелек, кәдімгі классикалық сағаттардағы сияқты бұратын несі бар, айналғышы бар, айналатын нәрсесі бар.
соның арқасында бағана басқарсаң, қимылдатсаң, интерфейсті басқарасың, в общем. Мінекей осындай несі бар. Одан кейін келесі. Мынау Samsung-тың Buds Core деген құлақ қаптары. Бұл арзан бағасы, бірақ дауысына мен риза болдым. Кәдімгі арзан құлақ қап деп ойламайсың. Кәдімгі құлаққа таққан кезде, бана видео көрген, видеоның әуенін тыңдаған кезде, видео көрген кезде, кино көрген кезде кәдімгі дауысы анық шығып тұр. Және сыртқы дыбыстарды басу, шуды жою бәрі бар. Маған осы ұнады. Солай, достар, мінекей осы қысқа да нұсқа не бар, қандай жаңалықтар бар, несі ұнады, несі ұнамады, соны мен сіздерге айтып шықтым. Енді ұнаған болса комментарий жазыңыздар. Бұл енді лайв форматтағы шолу. Енді әдемі түсірілген шоуды біздің Инстаграмнан, ТикТоктан көрсеңіздер болады. Уақытта көріп жатсыздар. Енді керемет кадрлар. Бірақ мынау шынайы болсын деген мақсатта осылай түсірген жайтым енді. Енді ары қарай өздеріңіз алуға болады ма, оны шешесіздер. Енді пайдалы болса каналға тіркеліңіздер. Тағы бір нәрсе айтып кеттім. Мынау Z Fold жеті өте жұқа. Жұқалық сонша мынау қолымда қалам, көрдіңіздер бе? Сол қаламнан да жұқа көрсеңіздер ма? Неге? Бұл керемет сол. Әлемдегі ең жұқа жиналмалы бүктемелі телефондар қатарына жатады, смартфондар қатарына. Мінекей осы. Енді достар, сіздерге қайсысы ұнады, комментарий жазыңыздаршы. Мен де біліп жүрейін. Міне лайв форматтағы шоуымыз осы. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Тағы айтылып кеттім. Енді өздеріңіз білесіздер. Шынайы обзор, шынайы шоу. Енді өздеріңіз бағасын беріңіздер. Қазақстанда қазақша алғашқы контентке қолдау білдіріңіздер. Рахмет баршаңызға.